Өткен жылдың өзінде қазақстандық интернет алаңдарда электрондық сауда сатылымдары 34% өсті. 2025 жылға дейін 282% өсім күтілуде. Айта кетерлік жайт, жыл сайын отандық және шетелдік сәлемдемелер саны өсуде. Қазақстан ыңғайлы географиялық орналасуына байланысты электрондық сауданың жоғары транзиттік әлеуеті бар. Қазақстан Европа мен Қытай арасындағы ең қысқа жол болып табылады. Транзиттік әлеуеті пайдалану үшін ағымдағы жылы тауарларды жеткізу мерзімін қысқартатын және көлемін artırатын бонттық қоймасын іске қосу жоспарланған. Болжам бойынша Қытайдан Ресейге және Европалық одақ елдеріне жеткізілетін сәлемдемелер көлемі геометриялық прогрессия бойынша өседі. Болжам бойынша 2025 жылы Қазақстан арқылы жіберілетін пошта көлемі 12 есе артады және 800 миллионнан астам сәлемдемені құрайды.